Армысыздар, эфирде Эко ТВ арнасы, студияда Қызайбек Қайрат. Қоршаған ортаны қорғау экологиялық акциясына Алматы облысы Көксу ауданы Жетіжал орта мектебінің оқушылары өз үлесін қосуда. Сөз кезегі әріптесім Қуандыққызы Аружанда. Рахмет Қайратжан, сенбілікке бүгінгі күн қолайлы келіп тұр. Тіпті ауа райы да сәйкес келеді. Мектебіміздің 7-ші сынып оқушылары сенбілікке ат салысуда. Осы сыныптың белсенді қатысушысы Жақан Бақытгүлден өз сұхбатымызды алайық. Сәлем Бақытгүл, осы акцияға қатысудағы сенің мақсатың қандай? Рахмет. Менің осы акцияға қатысу мақсатым қоршаған ортаны аялау және ластамау. Көп рахмет, істеріңізге сәттілік тілейміз. Келесі кезекте әріптесім Рафхатқа сөз кезегін беремін. Рахмет Аружан, бәрі жақсы естіліп тұр. Бүгінгі Эко ТВ арнасының және Жетіжал орта мектебінің ұйымдастыруымен бұл өтіп жатқан экологик акцияға 8 сынып оқушыларда өз үлесін қосуда. Ендеше 8 сынып оқушыларынан сұхбат алып көрейік. Қалайсың, Бейбарыс? Жақсы. Бейбар, бұл акцияға қатысудағы мақсатың қандай? Бұл акцияға қатысудағы менің мақсатым табиғатымызға титтей болса да көмегімізді келтіріп, экологиямызды таза ұстау. Рахмет Бейбарыс, ендігі сөз кезегін өз әріптесім Мәділ Рафулға беремін. Рахмет Рафхат, бізде сенбілік әлі жалғасуда. Жалпы ол жер бетін қорғау және аялау біздің міндетіміз. Осыған орай 9 сынып оқушысы Саниядан сұхбат алайық. Қайырлы күн, Сания, осы сенбілік өз деңгейінде өтіп жатыр ма? Сенбілік өте керемет деңгейде өтіп жатыр. Табиғат таза болса, адамның денсаулығы да жақсара түседі. Табиғат аялау ол біздің міндетіміз. Рахмет, Сания, студияда Қайрат. Табиғатты қорғау адамзаттың парызы. Осы ұйымдастырылып жатқан сенбіліктерге барша қазақстандықтарды шақырамыз. Бүгінге айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше.